Нұхтың үш баласы. Апаттан Нұхтың Сам, Хам, Жаппас деген үш баласы келіндерімен аман қалды. Бірде пайғамбар шаршап, шырын ағашының саясында ұйықтап жатты. Желден оның көйлегінің бір шеті түріліп, әуретті жері көрініп қалды. Хам әйел екеуі бір-біріне ишара қып күліп отырады. Кіші ұлы Жаппас мұны байқап қалып, әкесінің ятты жерін дереу бүркеп әлек болады. Сам күлгені үшін Хамға дүрсе қоя береді. Айғай-шудан әкелері оянып кетті. Ол күлкісін тыя алмай отырған келіні мен ұлын көріп ашуланды. Сол кезде Алладан әмір келіп: «Ей Нұх, әкесіне жақпаған маған да жақпайды. Әдепсіз болған үшін Хамның ұрпағында ят жағы кем болар. Әкесіне жасағанын алдарына келтіремін. Әуреттері жабылмай жалаңаш жүреді. Ұрпағы не тамаққа, не ғылымға жарамайды», деді. Алла тағала Хамның ұрпағын қара түсті нәсілге айналдырыпты. Кейін Нұхтың үш ұлы әке өсиетімен әр тарапқа таралды. Үлкен ұлы Сам Парсы жеріне қоныстанды. Одан қазіргі Парсы, грек жұрты тарады. Хам Үндістанға жол тартыпты. Ал Жаппас қара шаңырақта, Тұран даласында қалды. Одан түркі, хазар, сақлап, орыс, мың, шын, кеймар, тарих есімді 8 бала туды. Әлемдегі күллі халық Нұхтың осы үш баласынан тарайды екен. Нұх пайғамбар топан судан соң 350 жыл ғұмыр кешті. Мұхаммедтің нұры одан тұңғыш ұлы Самға көшті. Оған калима айтып, пайғамбар нұрын таза сақтауды өсиет етті. Дәм тұзы таусылған шағында Нұхқа Жебірейіл періште келіп: «Ей Нұх, бүкіл пайғамбардың ішінде ең ұзақ жасағаны сенсің. Өмір қандай екен?» деп сұрады. «Өмір шіркін, бір есіктен кіріп, екінші есіктен шыққандай екен. 1000 жыл ғұмырым жарқ еткен найзағайдай өте шықты», депті. Топан суға дейін қарға мен тауық дос болыпты. Ол кезде қарға ақ түсті, ал тауық ұшатын құс екен. Топан су басқанда кемеге екеуі қатар жайғасыпты. Бір күні кемені шалдыратын мезгіл тақады. Бірақ судың қаншалықты тартылғанын, құрғақ жердің бар жоғын білу мүмкін емес еді. «Нұх, судың қаншалықты тартылғанын кім біліп келеді?» деді. Қарға: «Ықтияр етсеңіз, мен ұшайын. Сен жемтікке үйір едің. Далада өлексе болуы мүмкін. Қызығып қалып қоймайсың ба? Маған сеніңіз. Бір заманда адам атаға жол көрсеткен мен едім. Келмей қойсаң, сені көп күтуге мұршамыз жоқ. Кепілдікке не қалдырасың?» Сонда тауық: «Қарға қимас досым. Дос үшін екі қанатымды кепілдікке қоямын», деді. Пайғамбар келісті. Қарға ұшып шықты. Қараса, біраз жер ашылып, құрғап қалыпты. Топан суға тұншығып өлген жан-жануарлардың өлігі шашылып жатты. Кемеден аш құрсақ шыққан қарға өліксені көргенде араны ашылып, кемедегі ел жұртты ұмытты. Нұх оны күте-күте шыдамы таусылды. «Іздеп кел», деп артынан сауысқанды жіберді. Ол да жемтік жеп қалып қойды. Үшінші жолы кептер ұшты. Ол зәйтүн ағашына қонды. Ағашқа бұрынғы жойылған қауым мен өлген мақұлықтың қаны жұққан екен. Оның аяғы қанға тиіп қызарып кетті. Содан бастап кептердің аяғы қызыл болып қалыпты. Кептер зәйтүн ағашының бір жапырағын тістеп кемеге оралды. Нұх кептерден: «Ана екеуінен хабар бар ма? Аман ба екен?» деп сұрады. «Иә, көрдім. Қарға өлген малдың басын сауысқан көтеншегін шұқылап жеп отыр», деді. Нұх ашуланып: «Жегендерің жемтік, ішкендерің іртік болсын», дегенде екі құстың ұсқыны кетті. Қарға қара түсті құсқа айналды.
Осыдан бастап ол өлген мал көрсе басын сауысқан құйрығын шоқитын болыпты. Нұх кептерге: адалдығың білінді, қарның ашса адамның қолынан жем же, шатырына ұя сал, деді. Содан бастап кептер адамға жақын жүреді екен. Кенет пайғамбарға тауық келіп: қанатымды бер, деді. Нұх: досың сені сатып кетті, ол келсін, қанатыңды сосын аласың, деді. Тауық осылайша ұша алмай қалды. Күн сайын таң мезгілі болғанда қарға қанатымды қайтар деп шақырады екен. Сол кезде елдер ұйқыдан оянатын болыпты. Ешкінің құйрығы неге шошайған? Нұхтың кемесінен барлық жануар жай алғанда ешкі ғана қасарысып кірмей қойыпты. Пайғамбар әрі шақырады, бері шақырады, ешкі көнбейді. Ұстайын десе қашып ұстатпайды. Бір күні ешкіні қуалап жүргенде пайғамбардың түймесі үзіліп түседі. Ол Құдайдың құдіретімен бір түнде ошаған деген шөпке айналып шыға келеді. Сабағынан әдемі иіс пен гүл шығарады. Ешкі оны көргенде сілекейі ағып жеуге ұмтылады. Сөйтсе, шөптің жасырын өскен бармақтай тікенектері бар екен. Олар ешкіге жабысып жібермей қояды. Ешкі одан босай алмай маңырап қоя береді. Пайғамбар ертесіне ешкінің маңыраған дауысынан тауып алады. Қанша күн қасарысып, сонша діңкелеткеніне Нұхтың ашуы тарқамаған еді. Ол ешкінің құйрығынан ұстап: мың жерден қасарыссаң да маған ұрпақ керек, деп кемеге қарай лақтырып жіберіпті. Пайғамбардың қолы қатты тигенінен ешкінің құйрығы шошайып қалған екен. Ошаған деген шөп те Нұхтың түймесінен пайда болған соң бірде адамға, бірде айуанға жабысып жүреді екен. Ал оның мың бір ауруға шипа болатынын қасиетті пайғамбардың шарапатынан екен деседі. Мешіннің жаралуы. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етіпті. Оның құйтырғы сөздеріне Нұх шыдай алмай кейде жылап жібереді екен. Қылжақбас: мына жындының ісін қараңдар, су жоқ жерге кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарларды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады, деп әжуалайтын болыпты. Бір күні апат басталып, барлық жануар Алланың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар сәтте Жебірейіл періште бір мақұлықты сүйреп әкеліп: ей Нұх, мынау сені әжуалап талай рет жылатқан қылжақбас, момынды мазақтаған, Құдаймен ойнағанмен бірдей. Сені нала қылған үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны ала кет, топан судан қалай аман қалатыныңа куәгер болсын, дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып хайуанаттардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен.